Мен Толқын Ғалымұлы 1971 жылы 12 айдың 10 күні Қытай Халық Республикасы Шинжаң іле Қазақ автономиялы облысы Тарғатай аймағы Тола ауданы Долаты Жаматы қыстағында туылдым. Қазір Қазақстанда тұрамын. 1998 жылы маған Қытай Халық Республикасының Тола ауданы Долаты ауылы Жаматы қыстағынан 50 му жер берілген. 50 му жердің жарамдылық уақыты 2028 жылға дейін. Осы жерді 2009 жылға дейін пайдаланып, ақшасын алып келгем. 2009 жылдан бастап Жаматы қыстағының басшысы Аршын Сейітханұлы Болат Түсіпханұлымен Қазақстанға көшіп кетті деп, жерімді заңсыз түрде өздері пайдаланып отыр. Олар жерімді өкіметке қайтарып алды, өкімет қайтарып алды деп, жерімді басқаларға майлап өздері пайдаланып отыр. Менің құқығыма қол сұғып 2028 жылға дейінгі пайдалану құқығымды бұзып, заңсыздық істеп отыр. Сондықтан мен Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау комитетінен, халықаралық адам құқығын қорғайтын ұйымдардан, Қытай Халық Республикасының орталық үкіметінен талап етемін. Менің 2009 жылдан 2023 жылға дейінгі 50 му жерімнің май ақысын Тола ауданы Жаматы қыстағының басшылары маған төлеп берсін. Және 2028 жылға дейінгі жерімнің пайдалану құқығын қайтарып беруін талап етемін. Және де жерімді қайтарып алмайынша арыз жазуды тоқтатпаймын. 2023 жылы 5 айдың 25 күні телефон нөмірім 8775 3946 509, 8775 821 43 76.